Саламатсыздар ма, құрметті оқушылар? Бүгін біз сіздермен өсімдіктер мен жануарлардағы гаметогенез, гаметогенез кезеңдері деген тақырыпты қарастыратын боламыз. Жалпы гамета дегеніміз не дейтін болсақ, гамета ол жыныс жасушаларының атауы. Яғни барлық жыныс жасушаларын біз гаметалар деп атаймыз. Бүгінгі таңда гаметалардың екі түрі бар. Яғни аталық гаметалар және аналық гаметалар. Егер адамда болатын болса, аталық гаметаларды біз сперматозоидтар деп атаймыз, ал аналық гаметаны овоцит деп атаймыз. Ал сәйкесінше осы гаметалардың пісіп жетіліп қалыптасу кезеңі болады. Бұл кезеңді жаңа айттық. Гаметогенез дейміз. Әр гаметалардың жаңағы аталық және аналық гаметалар пісіп жету қалыптасуы әртүрлі болғандықтан оларға жеке-жеке тоқталамыз. Яғни аталық гаметалардың пісіп жетілу уақыты, пісіп жетілуін біз сперматогенез деп атасақ, ал аналық гаметалардың осы үрдісін біз овогенез деп атаймыз. Өткен сабақта бұл осындағы алдыңғы тақырыпта қаралған болатын. Енді біз сіздермен өсімдіктерде осы процесс қалай жүреді екен, соны қарастырайық. Жалпы, егер өсімдіктердің тарихына терең үңілетін болсақ, өсімдіктер ең алғаш құрлыққа судан пайда болған. Бұл кезде судан құрлыққа шыққан өсімдіктер, псилофиттер ең басында спора арқылы көбейген. Олар қазіргі мүктердің, қырықжапырақ буындардың арғы аталары. Сондықтан оларда ең алғаш спорамен көбею жүзеге асады. Біртіндеп ол спорамен көбею гаметаға қарай ауысады. Яғни тұқыммен көбеюге, жыныстық көбеюге. Сөйтіп, өсімдіктерде осы спора арқылы көбеюде және гамета арқылы көбеюде бір уақытта жүреді. Яғни осы процесті өсімдіктердің көбею кезінде байқаймыз. Бұл тақырыпты бастамас бұрын міндетті түрде гүлдің құрылысына назар аударайық, өйткені біз қазір өсімдіктердегі гаметогенезді қарастыратын боламыз. Гүлдер неден тұрады? Күлте жапырақшадан, түрлі түсті болатын және гүлдің тостаған жапырақшасынан, сосын көбеюге қатысатын жыныс мүшелері аталықтан және аналықтан тұрады. Енді қазір біз сіздермен осы аналықта қалай гаметалар пісіп жетіледі, соны қарастырайық. Жалпы гүлдің аналық мүшесі ол құмыра тәрізді болады. Осындай формасы ол гүлдің аналықтың аузынан, мойнынан және жатынынан тұратын, немесе кейде оны түйіні деп те атайды. Осы түйінінде өсімдіктің аналық гаметасы пісіп жетіледі. Енді назар аударайық, өсімдіктерде гаметаның дамуы мынандай екі кезеңнен тұрады. Макроспорагенез және микроспорагенез. Ал аталық гаметаның дамуы ол микроспорагенез және микрогаметогенезден тұрады. Микроспорагенез деп неге ол микро деп аталады, неге аналық гамета макро деп аталады? Айырмашылық, аналық гамета аталық гаметаға қарағанда өсімдіктерде өте ірі болады. Яғни олардың аталық гаметалары ұсақ, аналық жасуша, яғни аналық гамета оған қарағанда үлкен болады. Енді қарайық, бірінші макроспорагенез, яғни споралардың өте ұсақ майда споралардың көп болып көбейіп алуынан тұрады. Яғни осы спорагенез процесі ол бір жасушаның мейоз тәсілімен бөлінуі, яғни споралар мейоз тәсілімен бөлініп алады да, одан жаңағы гамета пайда болады, өсімдіктің гаметасы пайда болады. Ары қарай осы өсімдіктің гаметасы дамуы жүреді, оны біз макрогаметогенез деп атаймыз. Қарайық, бірінші спора мейоз тәсілімен бөлінді, одан 4 жасуша пайда болды. Барлық жасуша мейоз заңдылығына байланысты
пайда болған 4 жасушада да гаплоидты жиынтық бар. Ары қарай осы пайда болған 4 жасушаның 3-еуі бағыттаушы денешікке айналып кетеді да, тек біреуі ғана ары қарай гамета түзуге қатысады. Ол пайда болған гамета митоз тәсілімен 3 рет бөлінеді, міне 1 рет бөлінді, 2 рет бөлінді, 3 рет бөлінді. Нәтижесінде 8 жасуша пайда болды. Әрбір 8 гаметаның әрқайсында гаплоидты жиынтық N деп белгіленді. Сосын осы пайда болған 8 жасушаның балалар 5-еуі бірігеді да, ол болашақ ұрықтың қапшығын түзеуге кетеді. Олардың миссиясы осы, олар ұрық қапшығын түзеу керек болады. Қалған 3-еуі қалды, 3 жасушаның 2-еуі бірігеді де, олар орталық жасушаға айналады, және олар 2 гаплоидты біріккеннен кейін олар диплоидтыға айналады. Орталық жасуша қазір не үшін керек, оны түсіндіріп айтамын. Сосын бір жалғыз ғана жасуша қалды, онда гаплоидты жиынтық, ол жасуша жұмыртқа жасушасы болады болашақта, жұмыртқа жасушасына айналады. Дәл осы жұмыртқа жасушасы аталықпен қосылып ұрықтанған кезде одан ұрық түзіледі. Енді онымен аналық гамета, бұл бірінші жаңағы спораның жетілуімен, оның гаметаға айналуымен, ары қарай гаметалардың митоз тәсілі арқылы бөлініп, олардан жаңағы орталық жасуша және жұмыртқа жасушаның пайда болуымен аяқталады, және ұрық қапшығы түзіледі. Қазір мына пайда болған орталық жасуша мен жұмыртқа жасуша ол аталық гаметалармен қосылады. Бұлар дайын тозаңдануға, яғни аналық тозаңданса болды, ұрықтану процесі жүреді. Енді осы пайда болған 2 орталық жасуша мен жұмыртқа жасушаны ұрықтандыратын аталық гамета қалай пайда болады екен, соған қарайық. Ол бізде аталықтың құрылысы, аталық бізде тозаңғаптан және жіпшеден тұрады. Тозаңғаптың ішінде өте ұсақ тозаң түйіршіктері бар. Қарап тұрсаңыздар, міне бұл тозаңдар жаңағы споралар. Споралар бұларда митоз тәсілімен бөліне алады да. Жаңағы гаплоидты жиынтығы 4 жасуша пайда болады. Бағана аналықта пайда болған 4 жасушаның 3-еуі бағыттаушы денешікке айналып кеткен болатын. Ал мұнда оның әрқайсысы жеке көбеюге қатысатын болады. Енді біз біреуін қарастырайық. Миоз тәсілімен пайда болған гамета, мынау гамета ары қарай бөлінеді да, митоз тәсілімен бөлінеді да, одан 2 жасуша пайда болады. Оның біреуі вегетативті, екеуі генеративті, екіншісі генеративті болады. Әрқайсында гаплоидты жиынтық. Вегетативті жасуша сол күйінде қалады, оның негізгі қызметі қоректі жинау. Ал генеративті жасуша ары қарай тағы да митоз тәсілімен 2-ге бөлінеді. Бұл кезде гаплоидты жиынтығы бар 2 сперми түзіледі. Қазір осы 2 сперми бір уақытта аналықтың жатынына түседі да, осы жерге түседі 2 сперми, бір уақытта жаңағы төмен қарай өне отырып аналықтың жатынына келеді да, оның біреуі орталық жасушамен қосылады. Сол кезде орталық жасуша 3N-ге айналады, яғни онда триплоидты жиынтық болады. Екінші сперми ол келеді да, мына жасушасымен қосылады да. Кешірім сұраймын. Жұмыртқа жасушасымен қосылады да, ол диплоидты жиынтықты құрайды. Сөйтіп, жұмыртқа жасушасынан ұрық пайда болады, орталық жасушадан эндосперм түзіледі. Дәл осылай бір уақытта аталықтың жаңағы 2 жасушасы, 2 гаметасы, аналықтың түйініндегі 2 гаметаны бір уақытта ұрықтандыруы, яғни 2 спермидің біреу орталық жасушаға, біреу жұмыртқа жасушаға қосылуын біз қосарлы ұрықтану деп атаймыз. Қосарлы ұрықтану тек қана өсімдіктерде ғана жүретін процесс. Оны ашқан орыстың ғалымына башын. Келесі сабақта кездескенше сау болыңыздар.